Қайырлы таң, құрметті көрермен, сәрсенбі сәтті өтсін. Сіздермен әдеттегідей Елге сәлем бағдарламасының тікелей эфирінде жұлдызды қонақ Айдарын ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, жақында Мисс Қалматаев сұлулық байқауы өткен болатын. Байқаудың жеңімпазы Мисс Қалматаев 2026 Диляра Муслимова біздің студиямызда қонақта отыр. Қазір жеңімпаздың өзінен байқау кезіндегі жарқын сәттерін сұрап білетін боламыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Наргиз, шақырғандарыңызға рахмет. Диляра, енді өзіңізден сұрағым келіп отыр, бұл байқауға деген дайындық қанша уақыт бойы жүрді, қалай дайындалдыңыздар, қандай кезеңдері болды? Байқауға дайындық шамамен бірнеше айға созылды. Осы уақыт аралығында мен өзіммен толығымен жұмыс жасадым. Өзімнің жаңағы жүріс-тұрысыммен, түр әлпетіме, сыртқы келбетіме, сөйлеу мәнеріне барлығына толығымен қараған болатынмын. Және де бұл кезең бізде 4 кезең болды. Біріншісі ол бізде таныстыру кезеңі, ол бізде видео форматында жүрген болатын. Одан кейін екінші кезең ол біздің өнеріміз, әр қыздың өзінің өнері. Үшінші кезең ол сұрақ жауап, және де төртінші кезең бұл дефиле болған болатын. Қыздардың өздерінің жүрісін барлығын көрсететін кезең болған. Жалпы образдар қалай таңдалды? Киімдердің өздері ерекше болды, ұлттық стильде де болды, кешкі көйлектер де көп болды, иә? Бірінші кезеңде видео форматында біз киім кимедік, екінші кезеңде біз барлық қыздар бірінші сахнаны ашып берген кезде біз барлығымыз бірдей изумрудный цветтегі киімдерді тіктірген болатынбыз. Әр қыз және де өзінің жаңағы фантазиясына қарай киімдерді тіктіріп, солай біз сахнаны ашып берген болатынбыз. Одан кейін өз өнерімізде әр қыз өз өнерінің киімдерін киді. Сұрақ жауапта бізде этностильдегі қазақи киімдерді киген болатынбыз. Және де дефиле кезінде біз той көйлектерін киген болатынбыз. Әр қыздың көйлегі әртүрлі, әр қыздың көйлегі ерекше әдемі болған болатын. Өзіңізден сұрағым келіп отыр, бұдан бөлек тек сұрақ жауап кезеңі де болды, Қандай сұрақтар кездесті, тақырып қандай болды? Маған тұсаукесер деген не деген жаңағы қазақи салт дәстүрден келді, Семейдің тарихынан келді, және де Қалматаев тарихынан келген болатын. Бұл сайыста өзіңіз үшін ең бір есте қалған сәттері қандай болды? Ол өзімнің өнерімді көрсеткен кезде деп ойлаймын. Себебі мен осы өнеріме қатты дайындалдым өз өнерімді көрсету үшін. Бұл жерде мен тек өз өнерімді ғана көрсетпей, жаңағы сахнаны сезіну керек болды маған. Өзімнің әсерлі өнерімді елге әсер жеткізу керек болды. Сол себепті мен барлық энергиямды, күш-жігерімді, барлық уақытымды осы өзімнің өнеріме салған болатынмын. Жалпы енді бұл жерде сіздің кішігірім арманыңыз орындалды десе де болады, өз өнері кезеңінде? Бұл мен өз өнерімде жаңағы кішкентай Диляраның орындалмай қалған арманының бейнесін тамашалатқан болатынмын. Және де елге сол өнерім әсерлі жетті деп ойлаймын. Сол өнерімнің арқасында мен осылай мисс болдым. Жалпы енді бұл сайысқа байқауға дейін және байқауға кейін деп бөле аламыз ба өміріңізді? Қандай өзгерістер болды? Мен және осы байқаудан кейін өзімді ел алдында ұстауды үйрендім. Жаңа айта кеттім ғой, өз-өзіммен толығымен жұмыс істедім деп. Өзімді ел алдында ұстауды, жүрісімді, сөйлеу мәнерімді, енді мен елге көп жастарға үлгі болу керекпін. Сол үшін өзімді жақсы жағынан көрсету үшін өзімді ақырындап өзгертіп жатырмын. Енді сіз тек мисс қана емес, сонымен қатар болашақ медицина саласының маманысыз, бұл өзінің ерекшелігін бере ме? Ерекшелігін береді. Мен осы мисс болдым екенде өзім медицина саламды тастап кете алмаймын. Осы медицина маманы болғаннан кейін мен соңына шейін апарып, осы өзімен қатар медицинадан бөлек миссті да алып жүре аламын деп ойлаймын, енді болашақта тастап кете алмаймын. Бұдан бөлек осы байқауда сіз өзіңізді модель ретінде сынап көрдіңіз, әдемі контенттер түсіріп жасадыңыз. Осы жолды әрі қарай жалғастырғыңыз келе ме? Әрине. Бізде алда Семей аруы байқауы келе жатыр. Осы байқауға өтіп кетсем, енді менің келесі мақсатым сол. Сол мақсатқа жеткеннен кейін де, жетуге дейін де мен осылай өзімді елге көрсетіп, өзінің жаңағы контент дейді ғой, контентімді
алып кетемін деп ойлаймын. Жалпы енді Мисс Қалматаев байқауына өтем деуші аруларға кастинг қалай өткізілді? Қандай талаптар қойылды? Бұл жерде бізде ең алдымен портфолио. Ол жерде жаңағы өзіңнің бойың, салмағың, мақсатың қандай, бұл байқауға не үшін қатысып жатырсың деген секілді өзіңнің файл арқылы портфолияңды бересің. Одан кейін өзіңнің жаңағы өнеріңді көрсету керексің. Ол жерде қыздар әртүрлі өнерлерін көрсеткен болатын. Мен өзім ән айттым. Қыздар көбісі би биледі, ән айтты, поэзия оқығандар да бар. Және де дефиле өзіміздің жүрісімізді көрсеткен болатынбыз. Жалпы енді бұл сұлулық өткізетін байқаулардың маңызы неде деп ойлайсыз өзіңіз? Маңызы менің ойымша жаңағы бізде енді біздің колледжімізде андай өте талантты қыздар, жаңағы кішкентайынан армандап келе жатқан осындай байқауларға, осындай дәрежедегі байқауларға қатысқысы келіп жүрген қыздар өте көп деп ойлаймын. Сол үшін әр жыл сайын өткізілуі керек нәрсе. Және де осы арқылы міне алдарыңызда мен де отырмын. Осы орындалмай қалып жатқан арманым орындалып жатыр. Айтады ғой, гештальт дейді ғой, гештальттарымыз жабылып жатыр. Сол секілді көп қыздардың да осындай орындалмай қалып жатқан армандарын орындау үшін жаңағы қыздарды көтеріп, елге танытып, өздерін жаңағы осылай дұрыстап, елге тәнті еткізу үшін ұйымдастырады деп ойлаймын. Сол үшін керек, өте маңызды. Байқауда жақындарыңыздың қолдауы қандай болды? Өте қатты болды. Әсіресе өзімнің тобым, оқып жатқан өзімнің тобым қатты қолдау көрсеткен болатын. Астанадан, басқа қалалардан құрбыларым келіп мен үшін қолдау көрсеткен. Әрине бірінші орында ата-анам қолдау қатты көрсетті. Және де біздің өзіміздің қолдаушыларымыздан бөлек ұйымдастырушылардың да қолдаулары өте керемет болған. Әр қызға күн сайын қолдауын көрсетіп, сендердің қолдарынан келеді, біз сендерге сенеміз деп, солай өздерінің жылы лебіздерін білдіріп жүрген болатын бізге. Енді бұл жерде шынымен де ұйымдастыру деңгейі өте жоғары болды, иә? Әрбір кезеңге өзінің рет-ретімен кірістірілген, тіпті қатысушылардың өздерінің ерекше таныстыру форматы да ерекше болды, иә? Биылғы ұйымдастыру жақ бойынша не айта аласыз? Енді бұны ұйымдастырып жатқан біздің Қазақстан студенттер альянсының студенттері ғой, Қалматаев студенттері. Осы ұйымдастырушылар енді өте жоғары деңгейде болды, әр адамға ұнады деп ойлаймын, өзімізге де ұнады. Бұндай дәрежедегі байқауды, бұндай үлкен дәрежедегі байқауды ұйымдастыруда өте оңай емес. Әрине, оларға да қаншама ұйқысыз түндері кетті, оларда қаншама қобалжу болды, оларда да қаншама біз қалай толқып жүрдік, олар бізден де беттер толқып жүрген болатын. Енді олардың да ұйымдастырып жатқан байқаулары ғой, өте жоғарғы деңгейде өтті. Әрине, сахна сыртындағы еңбек енді көбіне көріне бермейді ғой. Оны білетін сол ұйымдастырушылармен біз ғана өте жоғарғы деңгейде өтті, бәрімізге ұнаған болатын. Жалпы өзіңізден бөлек тағы қанша қыз қатысты байқауға? Қызға жалпы 6 қыз кастингтен өткен болатын. 6 қыз кастингтен өтті. 6 қыз кастингтен өткен болатын. Жалпы енді қыздардың ішінде өзіңізді, сізді ерекшелеп тұрған дүние қандай болды деп ойлайсыз? Жаңағы айтып кеткен өнерім деп ойлаймын. Себебі бізде 4 қызда қазақи өнер болды, 1 қызда испан биі болды, және де менікі бір ерекше форматта болды. Жаңағы адамдардың сөзі мен сынының кесірінен орындалмай қалып жатқан бейнені мен адамдарға өзімнің қойылым ретінде көрсетіп тәнті еткен болатын. Енді алдағы уақыттағы жоспарыңызды да айта өттіңіз, осындай сұлулық байқаулары қаламызда көптеп ұйымдастырылады. Әсіресе осындай көктем кездерінде мұндай байқаулардың қатары көп болады. Өзіңіз тағы қандай байқауларда бақ сынап көргіңіз келеді? Жаңағы айта кеткенде Семей ару байқауында алдағы қойып отырған мақсатым сол ғана. Осы мен Мисс Қалматаевқа қатысып кастингіне келмей тұрып, мен мақсат қойған болатын. Ең алдымен осы Мисс Қалматаевты өтемін, осыдан кейін Семей ару байқауына қатысамын деп. Жалпы бұл енді сіздің дебюттық байқауыңыз болды ма, әлде бұған дейін тағы байқауларға қатысып көрдіңіз бе? Қатысып көргенмін бұған дейін де байқауларға, алайда осындай үлкен дәрежедегі байқауға қатысым алғаш рет.
Бұл жерде мен жаңағы өзімнің ішкі дүниемді жақсарттым, жаңағы өзімді елге жақсы жағынан көрсеткім келді, өзімді жаңағы сахнада еркін ұстауды үйренгім келді. Енді бұған дейін де байқауларға қатысып жүрдім ғой, алайда енді бұндай дәрежедегі байқауға қатысқан бірінші рет болғаннан кейін бұл мен үшін бір үлкен дәрежедегі байқау болды. Мен үшін бір тәжірибе болды. Енді алғаш рет сахнаға шығарда іштей қорқыныш немесе толқыныс сезімдері болды ма? Я, ол менде ғана емес, барлық қызда болды деп ойлаймын. Енді ана жерде бізде қаншама адам келіп отыр, қаншама 500-ге тақау адам келіп отырғаннан кейін, және де өте қатты толқу сезімі болды. Бірінші рет қатысып тұрғаннан кейін былай. Жалпы енді сол сезімді жеңу үшін жақындарыңыздың қолдауы да ерекше болды, иә? Өзіңізге арнайы келіп отырған құрбыларыңыз, достарыңыз, сол кезде сол эмоцияны сезіне алдыңыз ба? Я, мен жаңағы маған тәжді таққан кезде, мені Мис Қаматаев, Мүсілімова, Диляра деп атаған кезде, менің ішімдегі эмоцияны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол жерде мен басымды тік ұстап тұрып, өзімнің жаңағы мені қолдап келіп жатқан жандарға қарап тұрдым да, жылағым келді ғой, кәдімгідей менің ішімде еңбек ақталды деген ой келді өзіме. Біріншіден мақтаныш сезімі, бір сондай сезімдер ішімде қатты жүріп жатты, қатты қуандым. Мен осылай қолдап келіп отырған, алдыңғы қатарда отырған ата-анамды көріп қуандым. Ана жақта отырған өзімнің тобымды, құрбыларымды маған тәж таққан кезде, тіпті мен жылай алмасам да, ана жақта мені қолдап келген, менің құрбыларым жылап жүрген ғой тіпті. Енді бұл жерде көбінесе қыздар қауымның ішінде осындай сайыстардан кейін бір өзін-өзі жеңіл сезіну болып жатады, иә? Еңбектің ақталғанын сезу болады. Өзіңізде қазір осындай сезім бар ма? Я, бар менде, себебі қаншама ұйқысыз түндерім өтті, қаншама еңбегім кетті. Ол менің ғана емес, маған өзімнің өнеріме көмектескен жандардың да қаншама түндері, қаншама еңбектері бар. Көзге көрінбейтін қаншама еңбек жатыр. Осының барлығы осы тәжді алғаннан кейін бір арқамнан ауыр жүк түскендей болды ғой, кәдімгідей. Себебі маған көп адамның маған үміт артып тұрған сезініп тұрдым да, осы тәжді алғаннан кейін бір қатты жеңілдеп қалдым. Енді бұл тәж сіздікі, иә, бірақ келесі жылы бұл тәжді басқа аруға табыстайсыз ба, әлде бұл сыйлық ретінде, естелік ретінде сізде қала ма? Әрине табыстаймын, бергім келмейді енді, бірақ бұл жылдан жылға беріліп жатқан тәж болғаннан кейін бұны маған табыстау тиіс. Енді қалай ойлайсыз, осындай жарыстарға қатысамын деген сұлулық байқауларына өз бақтарын сынап көргісі келетін қыздардың ішінде іштей қорқыныш болады, не болмаса бір талаптарға сай келмей қаламын ба деген ой болады, иә? Жалпы қандай талаптар қойылады екен? Ондай қыздарға айтарым, ішіңдегі өзіңнің қорқынышыңды жеңу керек. Әрине, менің өзімнің өнерімді сұраса, мен жіберейін, менің өнерімнен қарап мотивация алуға да болады. Мен сол жерде отырып ойлаймын, көп қызға мотивация бердім деп. Әрине, менде де ондай болды. Мен тіпті қатыспай қойсам ба дегенде, кастингқа бармай қойсам ба дегенде ойларым болды. Кастингтан өткеннен кейін де ондай ой келді маған, бекер қатыстым ба, мен ертең ана жерде ұят болып қалсам қайтем, мен де ертең мысалы бірдеңе дұрыс болмай қалса, мен ана жерде шалынып бірдеңе алып жатсам қайтем деген секілді олардың барлығы болды. Әрине, ол әртүрлі адамдарда болады, барлық адамда болады. Бірақ ішіңдегі өзіңді жеңіп, бағыңды сынап көру керек деп ойлаймын. Бағыңды сынап көрсең, мен сияқты отырасың ертең. Енді сіз сахнаға жарқырап шығу үшін артыңызда жақындарыңыз, достарыңыз сахна артында қолдау білдірді, иә? Тіпті киімдеріңізді дайындап тұрды, реквизиттарыңызды дайындап тұрды, иә? Я, менің қаншама құрбыларым жүрді, менің жаңағы өнеріме көрсеткен, өнерімде билеп берген қыздарды да дайындап берген құрбыларым болды. Өздері де дайындалды, мен үшін келген кішкентай қыздар да болды. Менің өнерімде кішкентай қыз шықты да. Менің сахна сыртында сахнадан кетеміз де тез-тез бізге киімімізді ауыстырып, тез-тез басқа киімді киіп, түрімізді дұрыстап, шашымызды дұрыстау керек болды. Осы кезде құрбыларымның барлығы
өз көмектерін көрсетіп жүрді, және де сахна сыртында бөлек ана жақта менің құрбыларым жазып қайта үлгеріп жатырсыңдар ма, көмек керек па деп сөйтіп уайымдап жүрген болатын. Енді осындай қолдауды сезінген кезде өзіңіздің ішінде де бір тамаша сезім болған шығар, иә? Я кәдімгідей мен андай қалай айтсам болады, түсім бе, өңім бе, түсім бе сезе алмадым да. Мен осылайна мені қолдап жатқан, енді бұндай нәрсе бірінші рет болып жатқаннан кейін кәдімгідей сол жерде менің жақындарымның көп екенін, мені қолдап жатқан адамдардың көп екенін, маған сенім артып отырған адамдардың көп екенін түсінгеннен кейін мен де берілмеуге тырыстым. Соңына дейін барамын, бұл тәж менікі деп соңына дейін бардым. Енді біз басында жоғарыда өзіңіздің медицина маманы екеніңізді атап өткен болатынбыз, иә? Бірақ нақты мамандығыңыз қандай? Медицина енді көп салалы. Мен зертханалық диагностика тобының 2-ші А студентімін. Бұл жерде бізде жаңағы лабораторияда жұмыс істейміз. Қан тексеру, жаңағы анализдер арқылы біздің мамандығымыз осы. Бұл енді көбіне мамандықтардың ішіндегі көп қыздардың жүрегі дауалап бүйтіп таңдап бара қоймайтын мамандықтардың бірі, иә? Несімен қызықтырды? Мені енді қалай айтайын, мен кішкентай кезімнен армандадым дәрігер болуды. Бірақ нақты осы ес жия білгелі қандай дәрігер боламын, дәрігердің мен кішкентаймен дәрігер деген ол бірақ мамандық деп ойлаған. Болды дәрігер, болды дәрігерсің деп. Сөйтіп ес жия бастағаннан білдім, осындай мамандықтардың көп екенін. Сосын өзім зерттеп жүріп, осы лаборатория, зертханалық лаборатория мамандығын көзіме түсті. Өзім бір жерден оқып қалған болатынмын осы нәрсе туралы. Одан кейін осы нәрсеге өзім қызығып, осылайынан мен де қанды тексеріп, қан арқылы адамдардың диагноздарын қою арқылы өзімнің жаңағы арманымды орындаған болатынмын. Енді болашақта тағы қандай салаларды меңгергіңіз келеді, иә? Қандай жоспар бар? Осы мамандығымды әрі қарай алып кетемін. Енді бізде колледж болғаннан кейін колледжімді бітіріп, жоғары оқу орнына түсіп, осы медицина саласын соңына шейін аяқтағым келеді. Енді болашақта қандай арман мақсаттарыңыз бар? Нені орындарыңыз келеді? Мақсатым сол бірінші семья аруын өткізіп алайын, одан кейін әрі қарай тағы болып жатса қатысамын ғой, бірақ сол семья аруын өткізгеннен кейін өзімнің сабағыма көңіл бөліп, сол медицина мамандығы болуға тырысуға әрі қарай жұмыс істеу керек. Енді осы жарыста өзіңіздің қолдау білдіруші тобыңызға алғыс айтсаңыз болады, ата-анаңызға, отбасы мүшелеріне сонымен. Мен өзімнің тобыма ең алдымен алғысымды айтамын. Мен үшін тіпті баннер шығарып алып келген Мүсілімова Диляра деп қатты қолдау білдірді. Ең алдымен бұл енді бірінші орында Алланың арқасында, екінші орында өзімнің отбасымның арқасында болған болатын. Отбасыма өте көп рахметімді айтамын. Менің ата-анамның жаңағы ақ-баталардың арқасында, ізгі ниеттерінің, тілектердің арқасында алып отырмын. Және де осы өзімнің тобым, мен өзім старостамын да, кәдімгідей менің тобым мені қолдап, олар да қанша ұйқысын мен қалай қобалжысам, олар да мен бірдей қобалжып, маған қолдау білдірген болатын. Соларға рахметімді айтамын, өзімнің кураторыма, және де мен үшін алыстан келіп жатқан, өзімнің бала кезінен бірге өскен құрбыларыма, мектептен бірге келіп жатқан құрбыларымның барлығы маған қолдау білдірген үшін рахмет айтамын. Және де 2025 жылғы 2-ші вице-семья аруы Бекетарова Сара, ол қыздың менің құрбым болып келеді, және де сол қыздың көмегінің арқасында деп ойлаймын, менің осылай дәрежеге жетіп отырғаным. Ол қыздың маған деген сенімі барлығынан қатты болды. Маған деген күні-түні мотивация беріп, сен қолынан келеді, мен саған сенемін деп, каждый бір минут, секунд сайын маған айтып отырған болатын. Сол қыздың маған берген мотивациясының арқасында мен осылай дәрежеге жетіп отырмын. Сол қызға өзімнің алғысымды білдіремін.
Сізге де рахмет уақыт бөліп келгеніңізге, осындай тамаша сырлы сұхбат жазғаныңызға. Алдағы уақытта да өзіңіз қатысайын деп жоспарлап отырған байқаулардан жеңіспен оралуыңызға тілектеспіз. Ең бастысы осындай тамаша тәждердің иесі болып, жылдан жылға өзіңіздің армандарыңыз орындала берсін дегіміз келеді. Тек шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Сізді де енді келіңіз, Семей аруын көруге келіңіз, сізді шақырамын. Міндетті түрде қолдаушы болып барамыз, иә. Құрметті көрермен, осындай тамаша нотада біз бүгінгі айдарымызды аяқтаймыз. Келесі сәрсенбіде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.